Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, қадірлі қонақтар. Мен Қашаған Күржіман атындағы жалпы білім беретін мектептің дене шынықтыру және спорт пәнінің мұғалімі Алтынбек Көкірпешетесіні. Педагогиялық идеямның тақырыбы спорттық ойындар арқылы лидерлік қабілеттерді тәрбиелеу. Бұл қазіргі бағытта жалпы жаңалығым алып келген әдісім лидерлік қабілеттерді қалыптасу жалпы негізі болып табылады. Қазіргі таңда менің идеямның негізгі жақсы жаңалығы өз практикамда қолданып жүрген бұл капитан таңда әдісі. Капитан таңда әдісі ұйымшылдыққа, капитан болуға негізі болып есептеледі. Капитан таңда әдісінің негізгі өзектілігі 21 ғасырдың оқушыларына сенімділік, жауапкершілік, командалық жұмыспен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Спорт лидерлік табиғаттанатын орта дене тәрбиесі сабағында тұлғалық қасиеттердің қалыптасуының маңызы болып табылады. Менің жаңалығым алып келген капитан таңда әдісі. Капитан таңда әдісі бұл дене тәрбиесі сабағында көшбасшылыққа табиғи түрде қалыптастыратын моделі болып есептеледі. Әр сабақта капитан сайлауы, рөлдерде болуы, тактиканың болуы, командалық шешім қабылдауы, жауапкершіліктің сезінуі есептеледі. Сабақ кезеңдерінде оқушылар қызығушылығын ояту, спорттық ойындар ойнау, лидерлікті түсініктерін ашу, шығармашылық таныстыру және рефлексиясы. Қызығушылығын ояту дегеніміз не? Оқушылар қандай дене сабағында қандай қызмет атқарады? Оқушылар неге қызығады? Солай есептеледі. Қызығушылығын ояту дегеніміз команданың жеңісі үшін қандай стратегия таңдар еді? Капитан кім болады? Оқушылардың алғашқы шешім қабылдау дағдылары не? Капитан таңда әдісі бұл ұйымшылдық пен топтың алып шығуы, олардың жауапкершілікке болуы, ұмтылуы есептеледі. Спорттық ойындарда қолданатын негізгі ойындар капитан таңда, жылдампаз, батыл эстафета, им-ишара ойыны. Жалпы капитан таңда әдісі бастауыш сыныптар арасында бұл қызығушылығын, эмоциясын шығарады. Оқушылар топпен бірге жұмыс жасап, эстафетаның негізін қалыптастырады. Топпен бірге оқушыларды барлығын ұйымшылдықпен ала отырып, олардың жылдамдығын арттырып, олардың негізгі батыл екенін көрсетеді. Тактикалық схемаларын алып келген. Бүгінгі тактикалық схемам бұл футбол ойыны. Футбол ойынында 12 ойыншы 2 команда ойнайды. Олардың әрқайсының өзінің схемалар бар, яғни өзінің орындары. Оқушылар әрқайсы өзінің орындарымен жеке ойын жүргізеді. Бұл футбол ойыны командалық жұмыс болып есептеледі. Әрқайсының өзінің жеке капитаны бар. Мен әзірленген тактиканың бары осы футбол ойыны схемасы, ойын бағыттары мен рөлдер жүйесі, командалық стратегиялық схемалар, ойын сценариялары, үлгілер болып есептеледі. Шығармашылық жұмыс, оқушылар неге қызығады, оқушылар не жасайды капитан болғанда? Бұлар эмблема құрады, мини ойын сценарийін, командалық ұран таңдайды, тактикалық жоспар жасайды. Жалпы оқушылар капитан таңда әдісінде негізгі белсенділіктің 95%-ін ала отырып көшбасшылыққа, мінез құлықты қалыптастыруына, командалық ынтымақтың күшеюін алып келеді. Капитан таңда әдісінің негізгі мақсаттары бұл ұйымшылдықпен қатар командалықпен жұмыс жасап, оларды бірге алып жүруі. Олар топпен бірге жұмыс жасап, өзінің батыл екенін, шыншыл екенін, ұйымшылдыққа деген алып шығуы зор үлесін қосады. Қорыта келгенде, спорттық ойын дене дамуымен, мінез тәрбиесі мен лидерлік қалыптасуы, жауапкершіліктің болуы барлығы дене тәрбиесіне тән. Ал бұл менің жаңалығым дене тәрбиесінің тұлғалық дамуының негізгі қуатына алаңына айналдыруы есептеледі. Жалпы осы капитан таңда әдісіне ұсынысым бұл капитан таңда әдісі жүйелі қолдап, оны лидерлік және спорт апталын өткізу, спорттық тактикалық карталардың базасын құру, тәрбие жұмыстарын кіріктіріп өткізу, оқушылардың әрқайсына деген лидер болуы мүмкіндік беру. Назарларыңызға рахмет.